Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бәріміз сүйіп жейтін жаздың тағамы голубцы тағамын бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналымнан кез келген қарапайым рецептерді қазақ тілінде таба аласыздар. Ең алдымен мен суыма тұзымды салып, оның үстінен осылай еттерімді салып алдым. Яғни менде қабырға еттері болды. Сүйек аралас, осылай қайнатып алатын боламын. Не осылай қайнап шыққан соң бетіндегі көбіктерін алып аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тұз салып отырыңыздар. Мен бір жуаны бүтіндей салып жібердім және бір сәбізді осылай бірнеше бөліктерге бөліп салдым. Және бір қызанақты қабығынан ажыратып салып жақсылап қайнататын боламыз. Яғни төмен отта 1,5-2 сағаттай қайнатамын. Мен оған дейін голубцыйды, яғни болгар бұрыштарын осылай жуып тазалап алдым. Енді ішіне салатын салмасыны дайындайтын боламыз. Мен осылай жуаларымды ең алдымен майдалап турап алдым. Енді оны фарштың үстінен салатын боламыз. Яғни тартылған ет менде сиырдың еті болды. Кез келген қойдың еті болсын, жылқының еті болсын, салсаңыздар болады. Сосын мен осылай күрішімді жібітіп қойдым, 1 сағат жібіттім. Енді суыны төгіп тастап, күрішті де саламыз және өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тұз, жаңағы дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Мен тек қана тұзбен қара бұрышты салып, азғантай укропты осылай турап салып жібердім. Енді барлығыны бірге жақсылап араластыратын боламыз. Менде еті майлылау, сол үшін ешқандай май тураған жоқпын. Егер сіздер майлы болуларын қаласаңыздар, май турап немесе кәдімгі өсімдік майынан 2 ас қасық салып жіберсеңіздер де болады. Енді дайын болған салмамызды болгарларымыздың ішіне жақсылап салып аламыз. Достар, ең алдымен салған кезде жақсылап басып жібереміз, яғни ұш жағы бос болып қалмауы қажет. Қатты да баспаймыз, қатты сирек те етпейміз. Осылай орташа етіп салып шығатын боламыз. Енді қалған болгарларымызға да дәл осылай салмамызды салып шығамыз. Мен осылай салып дайындап шықтым. Яғни дайындап қойдым. Енді біз сорпамызға мен осылай көкөністерді, петрушка мен кинзаны турап салып жібердім. Және картоптарымды салып жіберетін боламын. Картоптарымыз 5 минут, яғни 5 минут қайнатамыз. 5 минуттан соң осылай ашып, енді болгарларымызды салып алатын боламыз. Сорпамыз өте дәмді болды бізде. Енді осылай еттерімізді, яғни сүйектерімізді алып алатын боламыз. Достар, егер сіздер сорпаның майлы болғанын қаласаңыздар, майлы еттер салсаңыздар болады. Мен осылай майы аздау ет салдым, яғни майсыздау болуы үшін. Енді болгарларымыздың барлығын салып, осылай дайындап аламыз. Міне осылай су батқанша болды менде. Енді қайнап шыққан соң, достар, орташадан сәл төмендеу отта пісіріп алатын боламыз. Яғни қатты қайнап кетпесін. Міне біздің тағамымыз дайын болды. Міндетті түрде осы тағамды жасамаған болсаңыздар, жасап көріңіздер. Қайнатпа сорпамен өте керемет болып шығады. Сіздермен болған Айнұр, сіздерге ас болсын.